Ассаламу алейкум, құрметті қауым. Баршаңызды 12 айдың сұлтаны, қасиетті Рамазанның басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға бақ пен береке тілеймін. Жаратушы Жаббар иеміз әрбір ізгі амалдың сауабы еселеніп жазылатын берекелі айда ұстаған оразамызды, жасаған дұғамызды, оқыған намазымызды орынды себептер мен ауыз бекіте алмай қалған жандардың берген садақаларын қабыл еткей. Рамазанда ауыз бекіткен есі мұсылман баласы өзін ішіп жеуден ғана шектемей, жаны мен тәнін жамандықтан сақтап, ізгілікке ұмтылады. Іс-әрекетін мұсылманға тән әдеп аясында орындауға тырысады. Өйткені Рамазан кез келген ізгі амалды риясыз ниетпен жасауға тәрбиелейтін, адамды тақуалыққа үйрететін ай. Аштық пен шөлге төзіп, Алла разылығын алуды шынайы ниет еткен адамға берілетін сый мен құрмет ерекше болмақ. Алла тағала құддуси хадисте аузы берік адам ішіп жеуін мен үшін доғарды. Ораза мен және құлымның арасындағы ғибадат. Оған берілетін сыйды мен ғана өлшеп, мен беремін. Аузы берік құлымның аштық пен шөлдеу себебінен шыққан ауыз иісі мен үшін месік әтірінен де хайырлы деген. Қадірлі жамағат, бүгінде Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ихсан ілімін кеңінен насихаттап келеді. Ихсан пенденің иманын бекемдеп, құлшылыққа деген құлшынысын арттыратын, адамгершілікке тән игі қасиеттерді кемелдендіре түсетін, әр амалды көркем түрде орындауға үйрететін рухани ілім. Осы ретте рухани кемелдену айы Рамазанда барынша әдепсіз әрекет пен қате кемшіліктен арылып, тұла бойымызда көркем мінез құндылықтарын қалыптастыруға тырысқанымыз абзал. Алла тағала жер бетінен жұқпалы індетті жойып, адамзатты қауіп қатерден аман еткей. Әмин.